Кір сабынның пайдасы. Қазіргі таңда біз кір сабынды киім жуғанда көмекші құрал ретінде ғана пайдаланамыз, бірақ оның адам денсаулығына тигізер пайдасы өте мол. Мәселен, адамның қолына тікен немесе ағаштың жаңқасы кіріп кеткен жағдайда оны инемен тескілеп жанымызды ауыртамыз. Осындайда кір сабынды жылы суға езіп, дәкеге қалыңдау етіп жағып, тікен кірген жерге таңып қойсаңыз, 1 сағаттың ішінде тікен өзінен өзі сыртқа шығады. Егер шашыңыз қалың әрі ұзын болғанын қаласаңыз, онда мамандар шашыңызды кір сабынмен жууға кеңес береді. Су сабынды пайдаланып болғаннан соң, артынша басты кір сабынмен жуу керек. Содан соң суға 1-2 тамшы сірке суын қосып, шаштың түгін қатайтуға көмектеседі. Оған қоса таз ауруына шалдыққанда дәрігерлер кір сабынмен жуынуға кеңес береді. Бетті аптасына 2 рет кір сабынмен жуу керек. Ол беттің тері қабатына терең сіңіп, бетті майланудан сақтайды. Кір сабынмен жуынғаннан кейін артынан балаларға арналған крем жағуды ұмытпаңыз. Моншаға түсуді ұнататындарға кеңес. Буға түсерде сыпырғыны кір сабын салынған суға батырып қолданса, терінің тазарып қана қоймай, денеңіз сергіп қалады. Сулы беторамалды кір сабынға үйкеп, ащы иісін 5-10 минуттан күніне 3 рет иіскеп тұрған адам тұмауынан айығады. Іріңдеген жараларға сықпамайын жаға бергеннен кір сабынның көмегін пайдаланғанда пайдалы. Ол үшін кір сабынды ірі күштен өткізіп, табаға ені 1 см етіп жаймалап салыңыз. Үстінен сабынның көлемінен 2 есе асатындай етіп сүт құйып, әбден қою болғанша баяу отта 1,5 сағат бойы қайнатыңыз. Суыған осы қоспаны жұқалап қағаз бетіне жағып, жара үстіне дәкемен орап қойсаңыз жетіп жатыр. 3 күн қайталасаңыз жараның іріңдеуі қойып тез жазылып кетеді. Көгерген жарақаттаған жеріңізді кір сабынмен жусаңыз, жараны асқынуынан және микроб түсуінен қорғайды. Жараның бетін күніне 2-3 рет жусаңыз жеткілікті. Күйіп қалған жараға суға немесе отқа күйгенде сабынды езіп жақсаңыз, ісікті қайтарып ауырғанын басады. Дәрі-дәрмектен, улы заттардан абайсызда уланғанда немесе сәбилер металл заттарды жұтып қойғанда аздап сабын суын ішкізіп, ауруханаға жеткізуден бұрын шұғыл алдын алу шарасын жүргізуге болады. Оны қолдануға көңіл бөлетін тұстар, әсте көп мөлшерде ішкізіп жіберуге болмайды. Таза сабынды жұқа жапырақтап турап, қайнаған жылы суға ертеді. Сосын ересек адамға 300-500 мм, ал балаларға 100-200 мм ішкізсеңіз, улы зат құсықпен бірге түседі. Және металл заттардың асқазанда зақымдануынан сақтана тұруға болады. Етістеп алған жағдайда қан тоқтағаннан кейін жараға сабынды ертіндісіне малынған дәкені басыңыз. Құлап қалған жағдайда дереу кір сабынды жағыңыз, ол көгеруден сақтайды. Ер адамдар қырынғаннан кейін тері тітіркенсе, кір сабынмен сабындап қоюға болады. Көбіршік кебуін күтіп, кепкеннен кейін сумен шайыңыз. Мінекей кір сабынның пайдасы осындай.